Ең алдымен шығарылымды көрмес бұрын біз өзіміздің YouTube арнамыздың оқырмандары арасында ең қызықты комментарий жазған оқырманымызға ақшалай сыйлық беретінімізді ұмытпаңыздар. Олай болса ең алдымен біздің каналға тіркел және де қызықты комментарий жазып ақшалай ұтыстың иесі бол. Армысыздар, біздің Айрат Нұртас арнасының сүйікті көрермендері. Бүгін бізде хихикая жобасы, әдеттегідей бүгін бізде қонақта Жайдарман премьер лигасының чемпионы. Осыны көп айтпағалы. Мен. Луидің қожайыны. Оны да көбісі айтпаған шығар. Ешкім айтпағанда айтайық, Займал фильмінің сериалының Алты сериясының белді актері Аңсаған. Қошеметтеріңіз. Қош көрдік. Стендапер басқасын өздеріңіз біле бересіздер. Аңсаған, қош келдің. Қош көрдік. Көңіл-күй қалай, жақсы ма? Көңіл-күй жақсы. Подстроиться етіп, микрофонды стендаптағыдай істеп бергендеріңе көп рахмет. Бұрындары сен стендап жақтыртпайсың, мысалы? Не үшін? Білмейсің, сенде микрофон жоқ па? Аңсаған мені жер қылды. Дайындал. Бағана жазып берген осы ғой сендердікі. Өздеріне тығыз берсін. Күшті, енді осыған ешіме петличкамен отыратын едік. Сен келген соң арнайы осындай микрофондар алдырдық. Күшті, еще Манас кеше жазады ғой, брат, күшті түсірейін деп жатыр ғой шоу. Жаңағыдай ойлап қалмасын деген да, алдыңғы нелерді көріп, типа Еман ағам барып репутациямды құртып алмайын ба екен деп ойлап қалмайын ба екен деп. Менсіз деп айттың ба шы? Осы жолы микрофонсыз десе де мен келейін деп тұрған. Аңсаған камераға түсірмейміз десе де келетін еді. Менің ойымша. Жасамаймыз десе де келетін бе еді. Жоқ, За дегендер боқтыққа саналмайды ғой, За деген, типа, сен Займал? футбол ойнайсың ба? Займал ғой. Займалды екен деп жатқанмын просто. Не жаңалық болып отыр? Өмірде, Қашан үйленесің? Мамам бүкіл жерде тыңшылар бар осындай жіберіп отыратын, қашан үйленесің деп. Мен білмеймін, үйленетінді. Жаңалық бәрі күшті, шүкір. Бәрі күшті, стендап 24/7 бүкіл қалада емес, Алматыда. Бүкіл қалаларға скоро барамыз. Сондай жағдай. Менен дата бұл әдемі ғой, салыстыры отқам же өзіңнің. Сенен ба? Көпсі әдемі. Көп хейт кете ма? Менен датаво әдемі. Сенен нормальный сақ негіз. Жоқ, бәріміз әдеміміз, бәріміз. Я? Күшті, бәріміз. Бір алланың құлымыз деп түсіріп тастасын. Бізде хихикая жобасында қазір Қызық қыламады, менен де онша емес қыз жіберді. Бүйтіп отырайық солай, күшті қылып. резиденттер бір оқиғаларын айтады, соны енді талдауға тырысамыз. Резиденттер сосын Ернар айтады. Неге Бақытжан айтпайды? Сол неге айтпайды деген сұрақ. Комментарий. Бізге де қызық. Жоқ, комментарийде сөйтіп жазады, ол комментарийдің бәрін істей беретін болсақ, Ернарды шығарып жабу керек проектті. Сол үшін күтейік, ол күнде келер бұйырса. Сытылып шықтың ба орын? Деп ойлаймын. Жақсы шығады. Кеттік онда, алғашқы оқиға папамнан қорыққаннан дейді, папама аға деп қойдым дейді. Жоқ андай, мама деп қорқуға болады, аға деп қоя қойғызын. Аға деп қойғызын. Папаларына брат деп айтып қалғандарды білем. Бірақ аға деген уже қатты қателесу ғой, ә? Папаларын көзінше боқтап қойғандар бар ма? Папам көзінше боқтау дейтін. Мен папам көзінше дым істей алмағанмын. Папа жоқ болғанмын. Дым боқтайтын ем ғой, көзінше десің. Хотя боқтамадың ба? Көрсең боқтайтын сияқтысың ба? Сол сені Қайда жүрсің деп сен. Сол сен боқтап алсын деп бүгін папаң шақырдық. Аңсаған папасы. Кимей қойса бұл жерге де. Бұл жерде де тастап кетсе. Мамам көзінше боқтау дейтін вообще болмапты бірген. Ол дұрыс. Мама как будто андай. Мамаң көзінше боқтасаң, өмір бойы тәрбиесіне қойып тастадың деген сияқты қорқатын. Қойып тастадың. Не қойып тастадың? Екі деп басқа нәрсе. Көріп тұры тапқыр андай. Екі деген тапқыр ма? Сан таба алмай жүргендер көп. Үш десең вообще күлкілі емес. Бес десең де қызық емес. Аға деп қалу дейтін примерно бір ситуация моментте аға деп қалған. Мамама сестра деп қалған сияқты ғой, бұл. Параллельно алып келсе. Әжеңе мама деген сияқты ғой, типа кете береді ғой солай. Бөлеңе жиен деп. Туыстарды доказда бітірмейсің ба? Көршіге апай. Оқиғаға көшек, бұл бізде Манастың Менің оқиғасы. Папаңа аға деп. Жоқ, Манастың өзінің ағасы бар ғой, өз ағасы өзі пападай. Ағасын папа деп. Жоқ, ағасы качок қой, папа деп айтып
Иә. Качок болса бол папа бола бере ма? Қорқынышта да. Жоқ өзі негізі манасы папа дәу болып болмайсың кетуіне ағасы септігін тигізген. әрине Иә? папам да. Папаң да. Папасы да качок Папам да қой качок. айтпақшы. Қорқам отбасыларын полный. Мынандай оқиға ғой бұл. Біз дачада тұрамыз, есікте. И ол жерде орыстар үйлеріне тек суббота, воскресенье ғана келеді ғой. Анау су ару үшін ше, алмаларын, малина, клубникаларын ше. Көп па еще суббота, воскресенье келсе де заттары. Иә, өте көп. Мысалы, қазақтар вообще ештеңе ондай айналыспайды да. Максимум огурцы. Иә, орыстардың үйі дейтін кәм гүлдеп тұрады ғой кәдімгідей ше. Сөйтіп мен бір дос баламмен тұрамыз, бір орыстың үйінде. Мынау орыстың көрші орыстың үйі болса, мынау біздің үй ғой. И орыстың сеткасына ана дос балам асылып, ана алмасын алып жеп тұр ғой. Сеткасында тұрып жеп тұр. Ол четверг күні, короче. Ол күні келмейді. Әлі 2 күн бар деші. Иә, әлі 2 күн бар. Смело анда, қорқпай ішінде жүре бересің кәдімгідей ше. Сөйтіп алма жеп тұр, мен жанында тұрмын. Мен жеп тұрған жоқпын алманы. Қатысым жоқ. Кінәлі емессің сен. Кінәлі емеспін, иә. Сөйтіп тұрған кезде ана үйдің көршіміз орыстар машинасымен бүйтіп бұрылады ғой. Субару айдайтын көршілер ғой кәдімгідей ше. Немецкий овчаркасы бар ма артында? Жоқ, ондай жоқ. Бір жақта сондай болған. Болып шықса ше, немецкий овчаркасы. Сөйтіп машинасымен келіп бұрылады да. Машинасымен келеді. Келеді да, иә. Машинасы тісте баста екен сен. Что ғой неге? Иті жоқ па? Мен сен жақтамын, брат. Қай жеріне келіп едік? Машина бұрылды. Сіздер шошып кеттіңдер. Машина кеп бұрылады. Шошып кетеміз. Кішкентаймыз ғой, 2-3 класпыз ба, сондай ғой. Сосын ана орыс ішінен түседі да, бізді қолайын деп отыр ғой, короче, артымыздан. Қазақтың жерінде, е? Дос балам. Орыстар сендер. Сондай ұлттық жайдан көтеріп жібереміз өмірде. Дос балам сеткадан резко түседі да, қашады ғой. Мен қорқам да, анаумен бірге қашам ғой. По идее мен кінәм жоқ қой, негізі тұра берсем болады ше. Тұра берсең просто аялдама болып кетеді да, ол сөйлей берсең баяндама. Прикинь, мынаны алайын бір жерге. Тұра берсең аялдама дейтін. Сөйлей берсең баяндама дейтін. Қалай шығардың, Екінші жағын жаттау қиын ше. Той көрмегесің ғой сен. Осындай. Вообще тойда только. Любой тамада айтады ғой. Сөйтеміз да, екеуміз қашамыз. Қасқырдың баласы бөлтірік алып қойық өлтірді деген болған мен. Әлі ана жақ қала берші. Аға аял. Екі ортада тұрмын, сеткін бер жағында. Қашасың манасқа. Сөйтіп дос бала екеуміз қашамыз ғой. Ана дос бала тіке қашпайды да, біздің үйге кіріп кетеді ғой. И тұрам да, мен вообще түсініп тұрған жоқпын, не үшін қашып баратым. Соображать етіп тұрған. Мен де ана дос баланың артынан кіріп кетем ғой. Bir кезде батя бүйтіп шығып тұр, сол кезде ше. Батя шығып тұр, и артымыздан орыс жүгіріп келеді. Качок болып шығып тұр батя. Качок болып шығып тұр. Анекдотқа ұқсайды. Анекдотқа ұқсап барады. Сөйтіп анау артымыздан келеді деген анекдотқа келіп қалды ғой, жайлап ше. Артымыздан келеді да айғайлайды ғой, осындай балдарыңа тәрбие, орысша айтып жатыр. Балдарыңа тәрбие бермейсің ба, анау үйдің алмасын ұрлап жатыр. Сен оны түсіндің бе 8 жасында? Түсіндім. Примерно интонациясынан түсінген шығарсың. Как раз Ернардың 8 жасында ана оқиға болып жатқан кезде ол. Ешкейіпсіңдер. Бізде столда тұрдық алма. Сөйтіп Олда жоқшылық құртады деген болса. Аңсағанға да алмамай болады. Анаған айтады, папа анау көршіге айтады, болды түсіндірем, мен көрген жоқпын, қазір естіп тұрмын, болды түсіндірем, кешіріңіз дейді да, ана орыс үйіне кетеді. Сосын батя бүйтіп екеуміздің жанымызға келеді да, папам. Прикинь, дос балам бетінен шапалақпен кигізіп жібереді ғой. Дос балаңды ма? Дос баламды, иә. Жиі тәрбие бердім десе. Оған. Кигізіп жібереді да. Балам деп, ана сәт палит етем ба? Иә, бетіне кигізіп жібереді да. Сосын ана дос бала тұрады да. Обратно кигізіп. Ана дос бала тұрады да. Аға мен емес дейді ғой, короче ше. Батя маған келеді да, шапалақпен кигізіп жібереді ғой, мен тұрам да. Аға мен емес деймін ғой. Папама ше. Сен емес аға мен дедім. Мен емес аға папа дедім. Аға мен емес деймін ғой, папа ананы естейді да, шашылып қалады ғой, прикинь. Кәдімгідей күледі, аға дейсің ба деп ше.
күштігін юмор. Жаңа мамаң, папаң сондай бір ұрысып жатқан моментте кішкене күліп қойса, күшті болып қаласың. күшті болып қаласың. Ондай кездерде там осы жіберу керек, тіс жіберу керек. Сөйтіп болды-ау примерно күлгеннен анау проблема типа болды деп андай жіберіп тастадым өзімді кәдімгідей жаңағы шоковый состояние бәрі кетіп қалды. Сөйтіп тұрған кезде папа тұрды да болды короче қаңғымайсың ана жерде жұмыс тапсырды маған ше ананы істеп таста деді. Біз футболға барайын деп тұрдық негізі сол кезде ше ана алманы жеп болып артынша футболға кетіп бара жатырмыз ғой. Допинг ба? Алма жейсің спорт қой. Сөйтіп мен жібермейді ғой короче. Ана дос балам кетіп бара жатыр ананы тоқта дейді. Оны да жібермей қойды ма? Жоқ. Біреудің баласы. Екінші бетіңнен қарайын бақытсыз болып қаласың десе. Соған сене ма? Сөйтеді ананы тоқтатып алады короче. Мен Манасты жіберем футболға, бірақ мен саған бір қазір сұрақ қоям. Сұраққа жауап берсең, мен Манасты футболға жіберем дейді короче. Жеті атаңды айт. Сосын Наполеон іші пысып жүр. ана негізі өте позитивный адам ше, папам ше, қатты күлдіреді негізі. Сосын ана дос балам, қойыңыз сұрақ қойыңыз дейді. Мен барғым кеп тұрмын футболға ше. Сосын тұрады айтады. Папасы қандай сұрақ қойды деп ойлайсыңдар осы жерде? Бүйтсе ана кроссворд алып шығып, мынау деп келмей тұрған сөзін. Асатасынан оның апасы кім десе. Одан да күлкілі. Значит, Шабақ сындар. шын күлкілі болып тұр ғой. Мен айтпай ақ қояйын Айтайын ба? Или тауып көрейік ба? Таба алмаймыз иә оны? Никак Болса таба алмаймыз иә. Бізге біздің бас миымызға сенбей тұрсаң айта бер. Жоқ, дос балама бүйтеді. Сен аттың тасағысың ба, әлде ишактың тасағысың ба деді ғой. Папаң Бұны таппайды неге? Мен прикинь басқа нәрсе ойлап, мен Прикинь, айтты. Білімді сұрақ. Айтты. Жауап берсең деді, жіберем деді. Дұрыс жауап берсең дейші. Жауабы дұрыс жауап. Екі-ақ вариант бар. Екі-ақ вариант тұр ғой, жауабы короче. бар ма еще? Бар сияқты бір. Сосын мен айтамын ғой дос балам, айтсай да қоямын ғой ше. Тасақ дос бала, короче, ұялып тұр да. Айтпасаң жібермеймін, короче, жұмыс істейді деді. Сосын дос бала тұрды. Аттың тасағы мұңға аға деді ғой. Батя тұрды. Дұрыс, болды, бара бер деді. Оның неге дұрыс екенін де білмейсің ғой. Просто унижать ету ма? Қызық болып тұр ғой. Себебі жоқ ше. содан үйренген екенсің адам кемсітуді ше. Сөйтіп футбол. Біреуге бір детский травма қайдырып қол жүріп кетті ше. Қызық. Манас саған сұрақ қойсам мен. Жоқ. Егер дұрыс жауап берсең, сен бүгін үйге қайтасың. Сұрақ қойса иә. Бол, қоймай қойын ол. Болды. Сұрақ қоямға дейін папаң жақсы сыйлап келатқан негізі. Күшті екен Сұрақ папаң. қоям айдарынан кейін болмай Иә. Бізде енді келесі оқиға осы Рамазан айына байланысты. Тегін тамақ ішу үшін ораза ұстадым дейді. Мешіттерде тегін тамақ береді деді. Оразаны енді әртүрлі ниетті ұстауға болады. Кімдікі болуы мүмкін бұл Ішінде история. Біреулер тамақ ішпей ұстайды ғой. Тамақ ішу үшін ұстаған. Кімдікі болуы мүмкін. Біреудікі деп айтқанда қиын иә негізі. Бәрі не келіп тұр десе. Бәрі сондай арам ойын сияқтысыңдар десе. Бұл жерде негізі ондай қитұрқы әрекеттерге бұрыштағы адамдар келеді. Екі бұрыштың біреуі иә. Оны саған қиып тұрған жоқ, сен так андай тойып жүрген тамағың бар сен. Мен Асфенге сіздеп тұрмын. Бұл жерде Асфенге сіздеп отыр енді. Жоғай деп мойындамайғым келді ғой мынаны ше. Енді логикаға салам ғой. Сен түрің тойып жүрген тамағың бар, Асфик сен деді ғой. Сенікі негізі әжептәуір. Ернардікі андай миға сыймайтын бірдеңе деп ойлап отырмын сен андай. Ойбу, мынау ма дейтін. Неғып айтты бұны деп па? Сондай болады. Дұрыс түстің ба? Қалай болды бұл Асфик? Логикам не деген күшті. Барынша ашып айтты. Қашан болды, иә, соны бір. Имандылар болса экранны алыс отырайық. Оны негізі андай бір қызық оқиға бола бермейді ғой өмірде. Сәл бір салиқалы әңгіме болсын дедім да. Рияға дұрыс. Салиқалы ма еще ол? Сен тыңдасайсың бірінші. Не болды? Тақуа болып. Нұрбаракта оқып педің. Сәрес нешеде бүгін айтшы ал. Рахмет бақа. 49. Екінші курстағы и мешітте солай ауызашар беретін еді ғой. Қазір де сондай. Бүкіл кезде всегда береді. Әр кезде. Сонымен группаласым екеуміз, короче, ақша жоқ. Ораза ұстаймыз дейміз ғой.
барып күніне бір мезгіл ауыз ашып тамақ ішіп қайтамыз. Ақша жоқ кезде бірінші ойға келетін нәрсе ораза ұстау Жоқ, ол кезде андай балалар болды. Ораза ұстамайды, бірақ ауыз ашарға барып тамақ ішетін ше. Біз сәл достойный болып түскенде еңбегің бар ғой деп сөйтіп ішеміз деп ұстадық, короче. Лайық болып барайын деп И бір 10-15 күндей барып жүрміз. Күнде барамыз. Уже келетін бір ақ адамдарды күн емес па? бір ай ғой, бір айға лимит. ораза бағамыз. Жаңа оқыған кезде бардық деп бір ақ рет жеген сияқты болды. Барып жүрдік деп. Барып жүрдік деп жазу керек. 15 міскіннің тамағын табала жүрсең. Сонымен, короче, 15 күндей барып тастадық та. И уже үйреніп қалдық. Күнде кешке қарай. сол мешіттің жамағатсыңдар Кәдімгі имам да жақсы көре бастады, білмеймін. танисыңдар. Сонымен ауыз ашарға бір күні барамыз. Солай. Кеше десе. Сөйтіп барып кіргеннен кейін енді ауыз ашасың сумен, құрмамен, сосын шам оқисың ғой енді. Әйтеуір оқып жатырық. Сөйтіп оқып болдық та енді ауыз ашамыз ғой деп андай тамаққа настрой қойып қоясың ғой, тамақ ішемін деп. Сөйтіп отқан кезде талонмен ғана кіргіземіз бүгін деді ғой. Талонды тарататын, иә, алдында. Таратады екен, сол күннен бастап, короче. И дос бала екеумізге талон жетпей қалады да. Қайтып баратырық қой жаққа қарай. Ашсың. И іште андай болып тұр, короче. Сонда біз ораза ұстасақ та өстіп аш қайта береміз ба не деген сияқты бір Құдайға наразылық. Ондай айтқан жоқпыз, короче. Кім заслужить етпедік ба деп. Міндет екен. Кім үшін ұстадым деп келатсың ба? Ондай сөз айтқан жоқпыз, бірақ іштей сондай ой болып келатыр. Жай бүйтіп мазалапшы. И соны ойлап біте саған кезде жерден 2000 теңге тауып аламыз ғой. Прикинь, кәдімгі. Адам жүрмейді ана жермен. Шәкең түртіп атқан кезде бірден айнытып жіберген ғой сендерді. Адам жүрмейтін жер ғой, 2000 теңге тауып аламыз. И жақын жерде бір донерка бар етін. И ол жерде акция болып отыр екен, короче. Адам жүрмейтін жерлерде донерка болады. Историясына аңғайлы екен, ары қарай. Адам жүрмейді 2000 теңге. Просто оған апару қызық емес та, ары қарайшы. Ұзақ үндемей барамыз, короче. Сөйтіп жаңа донеркаға кірдік. И 2 донер алдық. Су, фри, шашлык беріп отыр, короче. Жабылайын деп атқан донер ма? Мә білмеймін ше. Ошы мен білмеймін ғой. 2000 теңгеге соның бәрі келді, иә? 2000 теңгеге, короче, жетпейді деп ойладық, бірақ, короче, артығымен жетті да. 2017-2018 деп жатыр ғой. Берекелі болды. Акция болады. Берекелі Ауыз ашарға. Тойып тамақ ішіп, кәм Құдайға шүкір деп, кәм жаңағы айтқан сөздерімізге өкініп, оразаны шын ниетпен ұстап кеттік бар қарай. Ұсташы на. Так өзім что атынан тақия берейін деп. андай бір мағыналы қылып бітіре алмасам да, бірақ енді история андай. Бірақ күшті история деп ойлаймын өзіме. Сөйтіп тамаққа деп ұстауың соңында шын ниетпен ұстауыңа әкеп тұр ғой. Күшті ғой. Әр нәрсенің қайыры бар ағайын деп. Подкаст қылып жүре берсең любой нәрсе. Оразада сенде қандай бір оқиғалар болған ба? Оразада қызық па? Қызықты, иә. Жоқ, мен оразаны күлкі қылмаймын. Жоқ, бізде сол 15 күн бойы Сен мен жақта болмай-ақ қойшы. Бізде 3 апта бойы солай барып жүргенбіз. Ол кезде бізде реально ақша болмады ғой. Біз бірақ шын ниетімізбен ұстап жүрген кезде шын ниет. Біз айттық, қашан зарплата түседі, соған дейін ұстаймыз дедік та. Сөйтіп, зарплата 3 апта түспейді ғой. Түспейді. Қашан зарплата түседі, соған дейін біз барып тамақ жеп жүреміз. Зарплата ақша жеткен кезде өзімізге алуға. Сол кезде барамыз. 3 апта бойы түспейді ол ақша. Сосын 3 аптадан кейін уже ары қарай біз 3 аптада біз неше рет бардық? 4-еуміз 3 апта 21 күн 84 рет па? Значит, біз 84 адамға тамақ беруіміз керек деп сондай бір логикамен. Сөйтіп 84 адамның бір ораза мысалы үшін 1600-1700 тұрама сөйтіп сондай ақша берейік деген сияқты сондай бір логикамыз бар. Мынау жақсы екен, есепке жүйрік болсыңдар. Жұмыста кетсің ғой сен ол кезде кәдімгі. Иә, жұмыс. Мен студент болғанмын. Міскін болып бардым. Бейшара болғанмын. Сондай логикамен. Тек бейшаралар ғана барып жемейді ғой негізі. Иә, ол жерде мұқтаж болғанмда бөлек қой атмосферасы. мен мұқтаж болғанмын просто. Қатты серьезно қабылдап кетіп жатқан. қатты қабылдап. Жоқ, дұрыс қорғап отыр. Күшті екен мына историяда негізі андай бір аңсағандікілер нормально. тәлім алатын историялар екен. Иә, құрметті достар, сол үшін Құдайдан үміттеріңізді үзбеңіздер, иә, кез келген уақытта тәлім тәрбиеден кейін менің историям алдыңнан не шығатынын білмейсің. Иә. Алдыңнан Ернардың историясы шығады. Арамызда сақал таққан осы ғана ғой ше. Сақал тақпаған бірақ өзі өскен сақал таққан деп бір. Сақалды не істейтінін білмеймін. Сақина қыз жіберген. Енді сол сақал таққан жанның историясын айтайын қазір. Сақалы қаншалықты рабочий, не рабочий қазір көретін боламыз кеттік. Давай.
география білмейтінінің кесірінен дейді бір ұят жағдайға қалған екен. Болды. География білмеймін дейді. Менікі емес. Қазақстанның Астана деген сөзді де қалай? географиядан бір сұрақ қойып көрейікші, просто қазір. Ол неге бақа үйтіп кеттің де маған келгенде? Жарайды. Айтып Географиядан көрейік енді. Германияның астанасы. Германия. Дұрыс қой? Деп мен де білмейсің. Жоқ, шынымен. Берлин. Испанияның астанасы? Испания. Болды. Испанияның аспанасы, Испания. Аспаниясы. Аспаниясы. Не, мен Испанияның аспандиарада. Сәл көмектесек. Испанияның астанасы? Испания. Мадрид па. Мәне. Әдемі ғой. Болды ғой? Не, мен тексеріп кеттім де. Эверест шыңы қанша километр еді? 7000, болды мен. Қанша метр? Мына бастағысы келді ғой үшін. 7000 деп не то саннан бастап қойдың бірақ. Қойшы кән. Қайта қойшы. Не, Мариана шыңғымасы қанша? Басқа сұрақ па? Мадрид. Сен бәрін білесің ба сонда? Прямой қоя берсей бүйтіп. Асылбек айтпашы, география факультетін бітірген. Серьезно? Мен история. Экватордың ұзындығы? 40 000 километр. Дұрыс деп ойлаймын. Ол, шли қол алатындай сұрақ. Мен историям вообще география қатысы жоқ негізі. Иә, енді сен өзің сол айтты ғой енді. Алаң ғасырлығым ғой. Алаң ғасырлық пен география қалай болады? Қазір Ұлан ғасыр деген сияқты. түсіндіреді. Түсіндіре ма? Қыбызы болады. Давай. В общем, үйде жатқам. Пока география жоқ. Үйде жатқам. И бір қызбен сөйлестім да инстамен. Сөйтіп инстамен сөйлесе бастадым. Сөйтіп сөйлесіп бастадым. Сөйлеспей қойдым өзін андай. Жазбай қалдық. 2-3 сағат. Сосын өзі жазып бастады. Чё там, чё делаешь, ау деп. Сөйттім да дома дедім, короче. Жаңа шынымен сөйтіп жазып жүрсе, чё там, чё делаешь, ау-мау. Көп сол жазғанда дома. Дома? Ау-мау. Өзің ау-мау. Сенші десем осындай жердемін деді. Неподалеку оказывается дедім да. Или орыс тілмет менікі. Мен де білмеймін мына сөзді. Көп сабақтарды оқымағансың ғой, короче. Неподалеку ғой, дұрыс қой. Иә. Жақын жердемін дедім. Так. Сөйтті де алып кетсей деді ғой. Ол сенде көлік барын біліп тұр, иә? Мықты болсаң деді ма? Сен алып кеткен қалай болады екен ол дедім да. Жарайды дейсің Мен ғой, танымаймын ана қызды, вообще танымаймын. Өзі жазып отқаннан кейін қызық болды. Кесе онда өзің дедім. Мен жолдан күтіп ала саламын. Алып кетсей деді, сен келсей. Екеуі де үйден шыққысы келмей отыр екен да. Интроверттер бір-бірімен сөйлесіп отыр екен да. Жоқ, анау орысша сөйлесіп отыр ғой мен. Сен айттың, типа, ау, жаңағыдай. Нар қолданған не ау-мауды любой сөзге. Ана жерде сәл қиын. Айуан. Сөйтеміз да. Хайуан. Айтам да болмаса мал. Келе бер дедім, короче. Мен саған такси шақырып бере салайын. Мен таныс көремін деп отырмын ғой. Кешкі 12 қойрақ, еба. Түнгі 12. Келе бер дедім, сонымен такси шақырып бердім. Номерін берді, осылай. Мен төлеп беремін дедім таксині. Чисто жігітше шандай. Иә, жігітше. Иә, ешқандай жаман ойсыз. Жоқ, әрине. Джентльменский до таксині төлеп беремін. Мен бүгін қайтам менің таксині төлеп берші. Джентльменсің ғой деші. Бопты. Сөйтіп анаңыз келатты да, и жайлап звондады ғой маған. Сен қайдасың неғе, жоқсың ғой мына жерде деді да. Еба, қоя тұр дедім жаңағы, неподалеку қайқа кетті дедім. Сосын, бопты келе берші дедім. Мен осы жердем, осындай жердем, сен Бұлкі жақсы, иә. Мән, ау не болды дейді. Бопты келе берші, любой нәрсе. Бопты дейсің. Ана қыз адасқан кезде қазақша сөйлеп кеткен ше. Қайдасың не істеп жатсың не деп. Мен вообще сөйлеспеген ғой телефонда. Сөйтсем сондай сөйледі да. Мынау қазақ пе дейді дедім, мен вообще байқамаппын ғой дедім. Инстасын бүйтіп қарап шықтым, қазақ сияқты, бопты дедім, келе берсін дедім, келе жатыр ғой дедім да. И мен үйім қала жаққа алыс қой, қалаға бірге шығып кететін болдық қой, в общем. Сөйтіп келді да, такси тоқтады, мен алыс жерде қарап тұрмын ғой, ұнамаса үйге қайтып бере саламын деп ше. И бойы ұзын. Еще джентльменсің. В общем, бір қыз келіп түсті, әдемі, бойы ұзын. Нормально екен деп ойладым. Бойы ұзын, әдемі. Иә, и жайлап жақындайын дедім мен машинамен. Сөйтіп бардым. Машинамен жайлап. Білдірмей кетсің ба? Аварийка жақ қойып ше. Оталдырмай итеріп ше, бүйтіп. Болмай ма Болады. Мен сен жақтан ба? Болсыншы. Сөйтіп жайлап келіп тоқтадым. Ана қыз бүйтіп кісі болып артына отырайын деп. Қоя тұр дедім, артысыз, не қылсың? Алдыма отырсай дедім. Алдыма отырсай? Ja, енді күтіп тұрмын мен оны, таксиін төлеп бердім. Ал мен бастығым құсап артқа отырамын дейді.
жоқ артына отырып сен де артына отыр деп айтқысы келген шығар. мүмкін иә. бірақ ол қызда дәл сол кезде мен ойлаймын ше бастық сияқты артына отырамын деген ой болған жоқ деп ше. сөйтті да алдына келісті тұрған ағыс. Ол андай болған сияқты. Жаңа сен оттың ғой, онша емес қайтып кетемін деп ше. Онша емес болса артына отырамын, нормально. Алдына отырамын деп ойлаған Жоқ, сияқты. оғыздың логикасы да күшті. Негізі жігіттер артына отырғыза алмай әлек қой. Ол бірден артына отырып отыр. Тез Еще ба? өзі келіп тұр ол. Менің ойым Бойы ұзын. Бойы ұзын, әдемі. Ойын әдемі. менің ойым не ғой? Ойың таза, дұрыс. Ой таза. Мен жақтасың ба? Ұстай берсе айналып келді. Ойың таза, бірақ біраз нәрсе болып қойды ғой уже деймін Не да. болып қойды? Ештеңе болған жоқ. Я Қара. әдемі емес болса Жоқ, қайтып сөйтіп кетемін дейтін. так алдына мінді ана Біліп қыз. алайық не болған. Иә. Сосын айтамыз. Алдына мінді. Алдына мінді. И сәл жүріп ана қыз бүйтіп мінді да. Деп бүйтіп отыра салды короче. Алдына отырды ма? Иә, менімен амандасқан жоқ бүйтіп. Бүйтіп шаршап телефон шықып ше. Сосын ебать, мынау не болды дедім мен. Оны күттім мен. Мына болмайды екен дедім мен. Үйден Сиынды өледің, үйден алыстамай тұрғанда үйге айналып қайтып кете салайын дедім да. Тоқтадым да сен артқы есікті ашып ең жабылмай қалып тұрған есік жаба салшы соны дедім. Енді қызық басталды. Неге осы жерден бастамадың? Бәрден осы жерден бастаса. Сөйтті да өзің жапса, сен ғой ашқан жапсай дедім. Алдынан түсіп бүйтіп ерексіп отыр. Спорласа ма? алдынан бүйтіп ана қыз есікті ашып түсіп мына екінші аяғы түсе берген кезде газды до полика бастым ғой. Ужас, ред флаг таза. Есік өз жабылды. Қызылту. Джентльмен қап қалды ана Қалды, жақта бәрі. ше. Иә. Таксиге 3000 теңге. Құдайы дедім да короче. Үйге қарай бастым ғой. Қызылту? Сөйтіп Қызыл бұл қыз неге ондай болды дедім. Қырғызстан туы. Сөйтсең, Неге ондай болды? арты бірдеңе бар. Неге андай келмедің бе? Неге үйттің сен? Маған айтқан жоқсың ғой дейді. Нағыз неға бүйтіп сөйлейді. Бүйтіп профилін қарасам, ана профилінде Монғолияның туы тұр екен да. Суреті. Ойлашы, Монғолияның суреті болса полный. Шыңғыс хан суреті. Ана Монғолиядан көшіп Саламайсың келген ғой. жаңағыдай қыз екен да. Аха. Анау маған мен өзім олай елестеткен жоқпын ол қызды ше. Сөйтіп тастадым да үйге қарай бастым да короче сол басқан мен черный списокқа тығып Монғолиядан болғанына бола, иә? жоқ келіп такси төлеп бергеніне. Сөйттім да блин оның басында көрім керек екен ғой дедім. Так, ол қыз не істеу керек еді сен оны үйіне апарып тастау үшін? Енді қарашы сен. Монғолиядан болмау керек еді ғой. Жоқ. Жоқ, сен өзің диалогқа кірген жоқсың ба? Сәлем, Иә. неғып сөйлеспей отырсың? Иә, неге сөйтіп Бірден сөйлесің? шешім қабылдап тұр да бұл өз басында. Енді ойлашы сен бүйтеді да. Мінез По-любому енді жігіт пен қыз отырса, Жоқ, жігіт қыз- әңгіме бастау керек қой. Қалайсың? Иә, Қыздар иә. қатты расслабон ұстамайды ғой. Қыз да бірден жақсы деп кетпейді ғой андай кішкене. Әңгімеге тартып алып ше. жоқ анаудан болды қойшы болыпты ол. Жоқ, көрерменде сондай сұрақ болып қалмасын деп жатырмын да. Ой, маған сұрақ дофига болады ертеңде хейттің астында қалдым ғой. Монғолияның туын білмей қалдың иә сонда иә? Иә, мен Оны не деп ойладың сен? мен оны білсем, Смайлик деп ойлағам. Мен оны білсем, мен нормально қабылдайтын едім да, неге олай сөйлеген ше, типа тіл өзі сондай ғой деген сияқты қылып. Мен оны Испанияның туы деп түсінбей қалып ойладым. тұрсың ғой. Испанияның туы деп ойладың? Сондай болды. Жаңа география деген осы ғой. Осы жерде екен ғой. Иә. Әдемі. Бірақ география дым қатысы жоқ. Испанияның астанасы Улан-Батор иә? Әдемі. Жоқ, бұл жерде енді көп сұрақ болады комментарийда саған. Бәрін жауап бер. Жауап бер. Монғолияға келсең көтіңді айрам дейтіндер болады ғой, иә? По-любому болады. Загран жоқ менде. Иә, Ернарға сұрақтарыңыз болса жаза кетіңіздер. Ернар Болмаса міндетті түрде Бәрін бүкіл кетті, осыған жібере салдық па? жауап береді. Енді айтпақшы біздің мынау көрермендерде енді қаралым саны үлкен болғанымен бізде подписчик саны аз екен. Көбісі каналға тіркелмей қарайды екен бізді. Сондықтан құрметті Хихикая жобасының тұрақты көрермендері, егер сіздер просто рекомендациядан көріп жүрсеңіздер, просто подписаться, лайк и комментарийға просто мынау или мынандай деген сияқты. Бізде заготовка болған қосыға. Болды айтыңдар. Жоғы, бір уақыт берейік та, көрермендерге бір уақыт берейік, бір 15 секунд, 10 секунд. Күте тұрайық, тып-тыныш. Тіркеліп алсын. Давайте. Үшеуі басты. Молодец. Ана жігіт молодец, күшті тіркеліп. Жана біреуі Анау мен боқтап атыр ғой десең. Біреуі Google-ы жоқ қой анау. Регистрацияда ми ашып отыр. 10 күте тұрайық енді. Ашқаның ба? Жоқ, әлі де отқандар бар ғой, подписаться етпей. Нандай қасарысып, отырам деп тұрсын ғой, по-любому бауырым, До конца күтейік енді.
міне о бәрін сезіп отырсың жүрекпен. Өзіміз тоқтата аламыз ғой любой уақытта, иә? Әйтеуір, болды. Стоп, болды, енді тіркелмейсіңдер. Енді сіз мүмкіндіктен айырылып қалдыңыздар. Біз каналымызды закрыт қылып тастаймыз. Болды, ары қарай тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырсаңыздар болады, ол арнаның дамуына көмектеседі. Приватный канал. Мына жерге статистика шығарып қойсаңдаршы, неше проценті Иә. подписчиктер көреді деген. Бізде выпуск барысында көп айтамыз, мына жерде фото шығады дейтін, білмеймін, әлі шықпады, ешқандай фото. Монтажер. Бір фото Мына жерде фото шығады, Көп шықпайды. уәде беріп қойып отыр. Кет, Ернар, рахмет, күшті Өте оқиға. күшті Кәдімгі, иә. күшті. Туларды Күшті история. жаттап жүруге кәдімгі күшті оқиға екен. Орыс болса білетін ем өзі ғой. Да болды. Кет, енді аңсаған оқиғасына көшейік. Мен историямды айтып бір жерінде тоқтап қалайын ба, не істейін? Бәрібір, айта бер. Короче, Өзіңе қалай қызық солай. мен интернатта өскенмін ғой. Интернатты детдоммен шатастыратындар көп, ол негізі. Негізі Иә. Интернат Интернаттан Интернат деген әртүрлі нәрсе ол, іздеуге мысалы болады. үшін біздің интернатты айтайын, иә, біздің басқа интернаттарға жауап бермеймін. Деп. Біздің Өзіңе интернат ол ауылдан келіп оқитындар. Мысалы үшін Алматының Абай Сейфуллинадаға күнде есіктен келіп оқымайды ғой біреу. Иә. 4 сағат, 3 сағат жүріп жүріп келіп. Сондай балаларға арналған интернат қой. Алыстан келіп оқып. ерекше балаларға арналған ғой деп. Сөйтіп алыстан ылғи ауылдың балалары жатады. Енді алыстан бала келсе жаңағы. Ол мысалы жатақханадан қандай айырмашылығы бар? Айырмашылығы жоқ. Иә. Бірақ жатақханада сендерде тәрбиеші дейтін жоқ қой. Бізде прям тәрбиеші бар. Неге Сабағыңа тәрбиеші жауап болады береді. ғой жатақханада старшак. Олар бірақ сабағыңа жауап бермейді келіп, А. анау сессияң не болып жатыр дейтін әңгіме айтпайды ғой. Иә, Бізде прям бәрін. Қайтадан айтшы, Ернар. Математика қандай? Қайтадан айтсыншы. Тәрбиеші деген жатақханада Тәрбиеші болады ғой деймін да жатақханада старшактар болмайтын бет. Старшактар. бірақ Олар сабағыңа жауап бермейді ғой. олар зиян келтіреді. Тәртібіңе Старшактар жауап ғой. береді ғой. Старшактар зиян келтіреді ғой. Бізде прям сабағың математикаңды үй тапсырмасын тексеретін, Уақытында ұйықтатады. уақытында ұйықтатады. Олар сен тамағыңды денсаулығың апарады. қанша қымбат екенін айтпайды ғой зато. Бізде медпункт бар еді деп. Бәрін айтасың, бүкіліне жауап болса. И Ұйықтатады. тамағың 5 мезгіл тамағың. Лагерь ғой ол. Короче, лагерь ғой. Иә. Полностью ата-анаң үшін жауап береді. Если сен мектепте бірдеңе білдіріп қойсаң, тәрбиешіне шақырады. Сен папа, мамаң уже тәрбиеңе жауап бермейді ғой. Мамаң, И иә. полностью, иә, мамаң. Сөйтіп, и полностью сондайға жауап береді, короче. Интернат сондай. Тамағыңа жауап береді, түнгі тәрбиеші сенің ұйқыңа жауап береді. Қазір соның бәрін интернет жауап береді ғой, иә? Түнгі тәрбиеші. Мынау әдемі. Өзі. Өз-өзіне комментарий жазып жатыр ғой. Қанша өз-өзіне. Мынаны мен айтып қойдым ғой, иә? Мынау әдемі. Мына бастарыңа жетпеді мынау. Біз үлгермей жатырмыз ғой ол жерге. Қалай өз-өзіңе баға бересің? Жоқ, андай бір Айттың Еще да. бағам бірінші кетіп қалды ғой мен. Сен айттың да 1 секунд өтпей жатыр. Айттың да. Соңғы әрпіне қосып жіберді ғой. біреу вайн салып өзі күліп жіберетін сияқты. Рэпер қысады ғой. Маған нәрсе әдемі. Сөйтіп дамып келатқан сияқты. Мажды бұл Сен ойлайсың ба? Или үйреніп келатсың деп маған. Тема. шығып жатыр ана біреуге. Интернатта Қара нанды жебедім. жедің. Бірақ оны қара нан демедім. Қара екен. Қара нан негізі қымбат қой, обычный нанға. Оны вообще білмегенбіз ғой біз. Қара нан кедейлерге деп ойлайтынбыз ғой біз. Жоқ, кәдімгі диетический денсаулыққа да пайдалы. Диетический екен салмақ. Сөйтіп интернатта өскен ғой. Бізде интернатта Интернатура оқып жатырмын мен. 5, 6, 7 сыныптар 3-ші этажда жататын еді да, полный. Бір жағында ұлдар, бір жағында қыздар. 4-ші этажда 8, 9, 10, 11, значит, андай үлкен сыныптардың чисто ұлдары жататын еді. 5-ші сыныпта чисто қыздар жататын. Этажда. Этажда. 7-ші классқа дейін сен қыз ұлдар болып бір этажда жатасың. Тема ғой. Одан кейін, тема пока что қызығы білмейсің ғой. Кейін үлкен класс болған кезде, Сол кезде возможность болмай. сол ғой, и сөйтіп 5-ші этажға ұмтылып сондай тема бар ғой. И сөйтіп басында біз 5, 6, 7 сынып оқып жүрген кезде бәрімізде 5-6-7 бірге оқасың ба? общий бәрі оқитын еді. И бәріміз анау жұқтанаған. Саған да кетіп кетеді скоро. Алып тастаңдар ананы. Мен пока құр баға беріп жатырмын. Ораза деп бірден битін қайтып тастасаң. Сөйтіп бәрімізде общий туалет қой. Туалеттің есігі жоқ. Қызыл деп бөлінбей ма или ұлдарға общий ма? Туалетке қызда ұлға да бірдей, бірақ туалетке кіретін кезде қыз ба ұлма деп кіресің. Даусың шығар. Иә, қыз ба ұлма дейсің. Гендер пати сияқты ма? Қыз ба ұлма. Қыздар андай шығар, бір қыз Жоқ, ол жерде Жоқ, бір қызды охранник тұрады ғой, Иә, бір қыз иә. тұрады да, типа
кірмен де деп біз өтірік ұмтылып ана жерге ше. Сондай прикол. Неге қыз ба ұл ма деп сұрайсыңдар? Өйткені қыз болса кіріп барып мен де отыра берейін. Просто адам бар ма дейсің ғой? Адам бар ма деген кезде оны Айле, бірақ адам бар дейді. Бізде андай грубый дауысты қыздар да болатын еді. Қыз ба ұл ма дегенде ойлап қаласың дейтін сияқты. қыз дейтіндер ма? Грубый ұл қыздың дауысын естімедім мен вообще. Анда бірақ бізде прикол болады анда ұлдар қыз ба ұл ма дегенде қыз дейді да, қыздар кіріп кетеді. Деп прикол сондай. Қыз сен сияқтылар десең. Сөйтіп қыз ба ұл ма деп сұраймыз, иә. И всегда қыздар қасына біреу барады, ұлдар ұл ма десе жекелеп кете береді. Еще ол туалеттің есігі жоқ қой. Туалеттен кіргеннен кейін кабинкілердің де есігі жоқ. Жоқ, ойлашы. Есігі жоқ, ашық тұршы. Қыз ба ұл ма деп бетіне қарап сұрап тұрсың. Қыз ба ұл ма деп тексересің ба? Тесігі де болмаса бүйтіп іздеп тұрса істейді. Шаншар болып кетті ғой бұл. Туалет па, туалет емес па деп па? Сөйтіп Тема. каждый туалетке кірген сайын қыз ба ұл ма деп сұрайсың, короче. И уже сен туалетті типа таза ұстауың керексің ғой. Сенен кейін сен шығып бара жатасың да туалеттен. Сенен кейін ұнататын қызың кіріп қалса, быт-шыт қылып жатсаң, уже салақ болып қаласың ғой, короче. И сондай ответственность бар еді да бізде. Ол саған дейін де білдіріп қоюы мүмкін ғой кейбіреулер. Иә, ол андай нәрсе еді. Сен барасың, білдіріп тұр, и уже сен білдіріп тұрсың. Иә, сенен ғана сондай ответственность. И біреу білдіріп кеткенді тазалап ше. Сондай өзіңнің ар абыройың үшін сондай нәрселерге кетесің. Аха. Бітті ма? Жоқ, кішкене жарық болсын деген ғой. Фонарик жағғандай көмек сұрап жатқан сияқты. Қандай еді? Бірдеңе бар еді ғой қыздар сұрайтын. Мындай ғой. Мынандай есе. Сөйтіп қыз ба ұл ма деп сұрайсың, каждый раз сөйтіп. Туалеттің темасы күлкілі тема. Өйткені андай бізде мысалы үшін ұлдар қыздарға тиісіп, ұлдар қашып бара жатқан кезде ұлдар туалетке жүгіретін ғой. Туалетке кіріп кетесің. И туалетте 4 ұл отырады да, қыз кіре алмай қалады ғой, ұстай алмай қалады. Сондай приколдар ғой, короче. Өздері қыз қоса болды. 5-6 класс ол сондай қызық қой, короче. И сөйтіп бізде түнгі тәрбиеші бір күні жинайды бәрімізді. Түнгі тәрбиеші деген бір түрлі естіледі деген сөз. Күндізгі тәрбиеші бар. Түнгі тәрбиеші сенің сабағыңа бәрібір ғой. Ол сен ұйықтадың, значит сен молодец баласың ғой. Если ұйықтамасаң, сен двоечниксің. Солай логически ол кісінің ойынша. Сөйтіп түнде бүкіл андай қыз ұлдың бәрін жинайды ғой, бір андай қаз. Коридорға жинайды. Былайынан ұлдар тұр, былайынан қыздар тұр, армия сияқты. Яна тәрбиеші ортада жүр. Бүгінгі тақыры бір бәле деген сияқты сөйтіп, бүгін короче, туалетке біреу сыртына сиіп қойған. Кім сиіп қойған мойындаңдар деп. Бәрін шығарып қойған. Еще жасыл дей ма? Ұлдарға бәрін шығарып қойған. Сөйтіп, и андай сыбыстар дейді. Сыбыстар кетіп отыр. И ұлдардан андай ғой аргумент. Біз көздей аламыз ғой, қай жерге сия алатынымызды. Жақсы аргумент негізі. Біз білеміз ғой. Не істей аласың ғой, регулировка. Көздеуге келмейтін де біз момент отырып болады барамыз, біз туалетке отырамыз ғой, бізге и сосын андай. Отырамыз ғой. Мини дебаттар кетіп жатыр ғой, жа нарықтан бірдеңе. Жақсы дебат болады негізі ше. Аргументтерін андай күшті, әркім өзін ақтап жатыр. Типа қыздар емес деп ақтап жатыр да. Үндемей тұрсаң, типа сенсің. Ұлдар емес деп жатыр ма? Бүйтіп сүмірейіп қалсаң, сен ба деп сен болып қаласың. Сөйтіп бір жігіт алдыға бір қадам жасайды да, мен кім мына жерде бүлдірсе де мен барып соны сүрте салайын дейді ғой. Тряпканы маған беріңіз дейді. И тәрбиеші тұрады да, міне нағыз азамат осындай болу керек. Міне и ана жерде қыздар бәрі ана баланы жақсы көріп кетеді. Қыздар сиіп қойды ма? Иә, қыздар сол жерге сиіп қойды. Мынауың бір әзілеріңнің грязі болды. Алды болды Ернар. И ана бала герой болып тұр ғой. Өкініште монтажда қиылып кететін. Бәріміздің көзімізше герой болып тұр ғой. И ана жігіт бүйтіп ордендермен уже андай бәріне деп кетіп бара жатыр, қызыл дорожкамен барады да, сүртеді да. И ана жігіт уже андай краш қой мектепте ше, молодец қой. Ең таза бала сол бала, әдепті бала, арлы бала, әдепсіз бала, сорлы бала дейді. Ана бала күшті болып жүр ғой. И сөйтіп бір апта өтеді, 2 апта өтеді. 2 аптадан кейін дәл сондай ситуация болады ғой. Дәл сондай біреу сиіп қояды. Андай әлі 2 апта сайын сиесің. Дәл сондай ситуация болады. Дәл сөйтіп жинап алған, дәл сондай ұрысып жатыр, дебат келеді. Ана сыртынан бірдеңе етіп жатыр. И менде андай идея келеді ғой. Осы жолға мен краш болайын, мен звезда болайын да. Менде анамның берген тәрбиесі бар. Мен де жақсы баламын негізі деп. Сөйтіп алдыға бір қадам жасап, мен деп атқан кезде
тәрбиеші сен ба деп бірден тоқтатады ғой. Мен сүртіп алайын деп айтпай тұрған кезде уже ана кісіден бүйтіп сен ба бірдеңе и ана жерде сүрте қояйын дегеннің өзі мен сүйіп қойдым сүрте қояйын болып тұр ғой. Короче Сен де сүйіп қойдың ба? табалап ана қыздар ұлдар бәрі короче уже сен ба бір бәсе көргем деп біреулер бірдеңелер айтып Бағана бүйтіп жүрген деп. иә сөйтіп жүрген. И мен бірақ оның кім сүйіп қойғанын білемін ғой. Андай мен білесің. иә атын айтып қойын деп тұрмын ғой ана баланы ше. И ол андай бала да бүйтіп тұйық болып жүрген бала. И андай артында Тұйықтан сұйық шығып тұр ғой иә. анау деп айтсаң андай мындай и сөйтіп мен деп атқан кезде и ана бала да бүйтіп қосылып мен ау деп анау бәрі қосылған анаған қарап тұрмын да мынау ғана сүйген. И сөйтіп бүкіл мектептің көзінше сүйгек бала болып андай сүйіп қойған бұнтынан сүйіп қойған бала. И мектепте де қашан қай жерде сондай бір прикол болады соған байланысты. И мен қатысы болып қала барамын ғой короче. Кім бүлдіре женский туалетте біреу бүлдірсе де анау сен соққа барып бүлдіріп кеткенсің ба деп сөйтіп короче. Справка берді ма мектепте? Өзім атақ алам деп тренд болып кетті атақ алам деп сондай бір жаман атты болып қойғам короче. Сондай Краш болам деп ойлап сонда Срач болып қойды ғой. Срач болып қойды. срач Сонымен мектептің соңында болды. сөйтіп сондай Саған справка берді ма соңында? Патраш пен анау потраш. мектепте сериалдарда андай болады ғой бүйтіп болғысы келіп бір быт болады ғой сондай бір жаман бір сериалдардағыдай ма? жалпы мына Жаман. бір сериал бірдеңе ішіне де қосып ситком жіберсең болып тұр да негізі. жалпы жақсы келеді стендап екен. болып О, соны істейік та. Сондай бір обидный негізі оған дейін репутациям жақсы еді интернаттың ішінде. Содан кейін барып андай бүкіл төсегімді қырын шығарып сондай Қайтадан жинау керек болды ма қайтадан бүкіл. репутация жинап. Бізде анау бізде андай бар еді интернатта. Комнатаға кірген кезде кімнің төсегінің қыры күшті шығып тұр, сол значит күшті деген сөз. Армейский ғой. И андай екі кітапты бүйтіп тұрып содан кейін никак жинай алмадым. Соңына дейін сүйгек болып кеттік қой. Бұтына сүйіп қоятын бала кім? Мен. Күшті оқиға екен. Қазір нормально тұрсың ғой. Иә. Жайлап мына жерде сондай сүйгек болды. Мен деп мойындап беремін соңында. Сондай. Ау Ернар. Болмаса басқасын айтайын деп айта берсең. Осындай. Айтсаң болады тағы да оқиғалар болса. История что-то болмайды сияқты. Басқасы керек. Көп нәрсе шығарып алғысы келетін бандай. Стендапер деген атыңа что-то сай болмайды. Вообще андай не десің де стендапқа шығасың ғой турға ше. Сол кезде қызықтар болмай ма? Кеп, поклонницаларың кеп, танысқысы кеп. Ақтауға барамыз стендаппен. И Ақтауға біз екі бала болып барамыз ғой. Мен жалғыз өзім выступать етемін. И алдымда Разагеровте ешкім жоқ. Бос болмай қалды да. Мен қасымда кім? Администраторым. Інім. Ол андай бүйтіп барады да дайындайды, супу дайындайды, микрофон дайындайды, бүйтіп. Сөйтіп екеуміз ғана жүрміз бүкіл қалада. И екеумізге андай екеуміз ғана жүрміз, сөйтіп стендаптан шығамыз Ақтаудан. Сөйтіп шығып барып теңізді көріп қайтайық та деп екеуміз жаяу жатсақ, и бір машина бүйтіп беп деп өйтіп барады да бүйтіп. Тиеген капуста. Терезені түсіреді. Ала береді. Қатын алсаң еге бол десе. Сөйтіп анау өтіп барады да бүйтіп. Терезені түсіреді да бір қыз бірдеңе дейді ғой короче. И мен бірдеңе деді ма? Я айтады бірдеңе алыстан. Мен оң құлағым естімейді короче, если что. Оң құлағым естімейді. И сөйтіп бәсе мен тыңдамай отырмын. Тек жаман нәрселерді естисің. Кімді? Сөйтіп кімді естіп тұрсың ғой. Мені тыңдап отырғаным өкінішті. ойлаймын да фотоға түскісі келіп жатқан шығар деймін ғой. Өйткені андай қойды да үмітпен деді да кәдімгі фотоға түсіп айт та бірдеңе деген сияқты. Я дейді да и бүйтіп айналып келеді да бүйтіп тоқтайды да отырыңдар дейді ғой. Мен неге я деп қойдым деймін ғой. Қандай нәрсеге я деп қойдың отырыңдар дейтін дейді. Сен ба сүйген десе. Сөйтіп ойланып тұрмын да бүйтіп отырыңдар деген кезде түсінбей қаламын да бүйтіп не үшін отырыңдар дейді. Отырыңдар көрсетейік Ақтауды. И оказывается ол қыз айтқан екен жүріңдер Ақтауды аралатып қайтамыз сендерді. КамАЗбен ба? Жерге барамыз деп. Жоқ андай Тойотамен жақсы. Сигнал КамАЗдікі болды да. Қыдыртамыз деп. Сөйтіп маған мен барамын да қыдыртамыз дейді. Айтамын ей жоқ мен ойладым фотоға түсейік деп ойладым. Не керегі бар бізге фото бірдеңе деп бетімді қайтарып тастады да. Кімсің сен танытқан жоқпын сен вообще деді ма? Андай настроение түсіп кетеді ғой короче. Андай өзі как будто мен мұқтаж емес, аналар наоборот мен мұқтаж болып қалған сияқты. Не айтарын білмей отырыңдар апарып тастаймыз бірбеле деп. Сосын
жоқ біз өзіміз барамыз андай сөйтіп жаяу қайтқанбыз сол жерде жоқ па сондай андай онша емес бір история болған неге жоқ күшті ғой күшті екен өте күшті ақтау Жаңағыдай- бірақ ақтаудың қыздарына рахмет сондай қонақжай олар бірақ шынайы апарып тастағысы келді біз бірақ теңізге шынайы барып фото түскісі келмеді иә фотоға түскісі келмей олар егер шын андай болса бүйтіп фотоға түсейік бірдеңе прям апарып тастағысы келіп тұр қай жерге барғыңдарың келіп тұр отырсаңдаршы деп біз екеуміз сүмірейіп жүргеніміз келіп тұрды біліп тұр да сөйтіп сүмірейіп кеттік сен сүмірейсің де әдемі көрінесің ғой негізі сөйтіп сондай когда андай жалғыз өзің жүрген кезде уверенностьң аз болады ғой сол жағынан андай қатты әдемі екен 3-4 адам болып жүресің ғой бүйтіп 3-4 адам болып жүрген кезде де қыздарға тисе оңай сондай деп жүру жалғыз өзің жүрген кезде ол рас жалғыз өзің болып жүргенде сүмірейіп анау аңсаған ба деп сүмірейіп кетіп бара жатасың ғой сондай тема болып қалыпты сол жерде короче мынау жақсы екен сонда көшеде кетіп бара жатқан кезде жалғыз өзің кетіп бара жатсаң бүйтіп жүрмейсің ғой әшейін жүріп бара жатасың біреулер анау ма десе де сені вообще КВНщик ретінде танитындар бар ма жоқ КВНщик ретінде мен ана жолы короче гетконтактқа кіремін да короче гетконтактқа сөйтіп нөмірімді теремін да сөйтіп шықсам біраз бір 7-8 адам энерго деп сохранить еткен екен ғой кімдер командаластарың ба менімен шатастырған ау сені қуандың ба давай қуандым иә мен түспеймін мынаға менің жайдарман ойнағанымды білетін өте аз адам иә менікін де негізі білетіндер аз менікін де сенікін иә шынымен аз ғой менің жайдарман ойнайтынымды білетіндер осы алматының тусасы ғой мысалы үшін біз бір сезонда болғандар примерно ше бүйтіп примерно анау тусада жүргендер анау костюмың жайлы бір сұрақ қойсақ енді шай әңгімені айтып иә сол жақтан келген ба қайдан Дархан Оспановтың каналын ұрлап кеттім бұны тема короче каждый бір концерт жүргізген кезде өзіміз таңдаймыз да біз киімді и барынша креативныйлау болуға тырысасың басында бір костюммен шығып жүремін ғой бүкіл Мирастың концертіне шығып жүремін сөйтіп бір концерттен кейін біреу жазып жібереді ғой не бәле дым костюмің жоқ па деп Мирас әр әніне бір костюм киіп шығады ғой и мен андай намысыма тиіп кетеді да содан кейін барып жоқ мен каждый концертке әртүрлі костюм киіп шығамын дедім да сөйтіп осознанно барып мынаны сөйтіп бір Мирастың концертін жүргізуге барамын оның продюсері Марғұлан ғой Марғұланға фотоға түсіремін да маған осы концертке алып бер мынаны деп енді неге ақыры алып беретін жақсы костюм таңдамағансың жоқ мынау қолдан жасалған ба костюмнің үстіне или бірден осылай сатып алдың ба бірден осылай сатып алдым онда бұл бір ғыдан басылатын бір дизайнердікі екен ғарифулла кім ғарифулла шай құмар қыздың аты естіледі ғазиза ма сол кісі ма ғайни деген короче сондай бірдеңе ғани құралай ма короче бір қыздың аты бірақ бір ең обидныйсы осыны барып кімге гримеркаға іліп қоямын ғой мына жерде Мирастың 2 костюмі тұр и менің костюмім тұр сосын барып и біз бәріміз сөйлесіп сосын стилист келеді иә сосын ана жерден Марго айтады да мынаны кім мынаны Мираске ма бірдеңе дейді фу жоқ дейді ғой ана жерде яттағай бибота құрметті бибота 91 стилисті фу жоқ деді ғой ұялып кетемін ғой может баяғы костюммен шыға беремін деп ойлағансың ғой біз мынаны тема деп отқанымыз аяқта қалды иә мен отқан жоқ мен бірақ мен бүйттім мен біреудің мнениесімен жүретін адам емеспін ғой дедім да өзім үшін күшті ғой деп сосын жоқ күшті екен негізі бірақ соңында сол бибота маған арнайы өзі костюм тігіп берді рахмет дейсіз ол фу десе сондай тағы не жауап берейін деп бәріне ашылып отырсаң аяқ киімі де күшті сияқты міне мынаны аяқ киімді короче Оралдан ешкім жоқ бізде иә ойнап айтып едім ғой мен Оралдан кейін ең топовый секондтар Оралда иә негізі потолок секондтар Оралға барған кезде секондқа кіремін там 2-ақ сағат уақыт болса біз кілемнен жасап берген сияқты соңғы рет барған кезде біз 4-те түстік та 7-де стендап бірден секондқа бардым да тауып алдым 7000 теңгеге алдым бір химчистке салдым да потолок деп ойлаймын и сол бағана менің мына фу деген стилистердің бәрі маған сынды сосын мен значит хотя бы астын нормально болып жүре берсін астың таза болған енді дұшпаның аяққа қарайды ғой джинсың да әдемі бұны деп бәріне айтады өзің де әдемі екенсің бұны мамаң сыйлады ма жоқ мен секонд деген негізі кайф нәрсе секонд мен мысалы мынаны 1000 теңгеге алғанмын ғой мына рубашкамды секондтан рахмет осымен хихикая жобасының тағы бір шығарылымы
өз мәресіне жетті. Бүгін бізде қонақта болған стендапер, көптеген қыздардың крашы. Жаңағы оқиғадан кейін де краш болып қала бере ма, білмеймін, енді көреміз. Жоқ, мен қазір салақ емес. Кім сүймейді? Кім сүймейді? Аңсаған, рахмет Аңсаған келгеніңе. Сендерге рахмет шақырғандарыңа. Күшті. Құрметті көрермендер, лайк басыңыздар, арнаға тіркеліңіздер, комментарий қалдырыңыздар. Келесі кездескенше бұл Хихикая жобасы. Рахмет.